Мен диагнозын естісеңіздер ең последний стадия ХПН болып келген бүйректің жұмыс істеу функциясын ең соңғы стадиясы по инвалидность бүйрегім екі бүйрегім жабылып 13% ғана істеп тұр. А менде содан қаншама отек болды, салмағым 82 килограммға дейін өсіп келді. Давлением 220-ға дейін көтерілді, сахарым 13 болды. Артық салмақтан аяғым барша былай болып қалған. Енді міне мен осы 20 жылдың сентябрінен бастап келдім. Содан бері мен 25 килограмм салмақ түсірдім. Сахарым 13-тен 6-ға түсті. Салмағым 82-ден қазір 58-59 болыпты. Бірінші кезекте менің мына бүйрегімнің ең бірінші қиыншылығы бүйрек істемей қалса, өздеріңіз білесіздер. Мен ана жаққа дайындалып жатқан. Маған как-то мына капсула келдесі бірінші күннен бастап отек кетті. Содан кішкене энергия пайда болды. Бірақ мен бұны врачтарға көрсеткенде бұл елепті. Маған айтты, сіз бәрібір диализге түсесіз. Қолыңызға фистула тіктеріңізде, міне фистула тұр мінесі. Осы мен айттым, мынаны ішіп жатыр, мен жақсы болып қалдым деп едім, маған айтты, сіз бәрібір 2-3 айдың ішінде түсесіз, фистула тіктіріңіз, тіктірмесіз, сіз комаға түсесіз. Мен бірақ міне мынаны 2 жыл болды тіктіргеніме, бірақ диализге түскен жоқ. Бүйрегімнің жұмыс істеуі арқарай түскен жоқ, бірақ ана креатинімдерім көтерілген жоқ, шлактарым. Әйтпесе мен жаңағы креатинин деген шлак ай сайын, күн сайын көтеріліп жатты. Осы 5 жыл бойы 400 ұстап тұр, оның өзі маған үлкен жетістік. Бір жағынан жасардым деп айтам, екінші жағынан энергиям жақсы болды, үшінші жағынан енді настроением постоянно жақсы. Мынаны ішіп диетаға тұр деді маған, мынаны ішпей қой, диетаға тұр деді. Оны ішпегенде мен диетаға тұра алған жоқ, өйткені қарным аша береді, ет жеуге болмайды деді, ет жеп аламын. Мынаны ішкеннен кейін мен жаңағы болмайтын тамақты бәрін тоқтаттым. Енді мына продукциялардың бәрін ішіп жатыр, бірақ менің қалтамнан бұған ақша шығып жатқан жоқ. Компанияның өзінің беріп жатқан бонустары, бинарлары, статусын жауып осыларды тегін ішіп жатсын депсем де болады. Жалғыз өзім емес, 4 адам тегін ішіп жатырмыз.